Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге уыз дайындаудың ең оңай әрі тез дайындалатын әдісін көрсететін боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Уызды негізі жаңа туған сиырдың сары уыз сүтінен дайындайды. Осы сүтімізді бір ыдысымызға құйып, дәміне қарай тұз бен шекерді қосатын боламыз. Мен тұз 1 қасық қостым және 1 кесе шекер қосып, жақсылап ерігенше араластырып алдым. Енді осы араластырып алған сүтімізді буда пісіреміз, яғни манты қазанда, мантоваркіде дайындайтын боламыз. Дайындалу уақыты уыздың 35-40 минут болады. Дайын болған уызды 2-3 сағаттай салқын жерде қойғандарыңыз жөн. Салқындаған уызды кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің уызымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Салтанат. Назарларыңызға рахмет.